Бүгінгі балалар сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы халықтың миграциясы, миграциялық саясат. Суреті басып көргенімізге тілегімізден шығамыз. Жақсы. Қазір мен алдарына картоп береміз, сканерлейміз, сол бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Сканер жасап аламыз. Аймалы ортасын. Кез келген сұраққа жауап береміз. Қазақстан халқының негізгі діндері қандай? Қазақстан халқының негізгі діндері қандай? Негізгі діндері ол ислам, оны шамамен 70% ұстанады, және христиан дінін 25-26% ұстанады. Сонымен қатар бізде католицизм, буддизм, иудаизм және тағы да басқа діндер бар. Жақсы. Диаспора дегеніміз не? Бұл безген жерде басқа елге көшіп бару, бұл диаспора деп аталады. Жаңа сабақ бойынша видеолар көрсетіледі. Ішіндегі дәптерімізге жазып алатын кезде, стоп кадр деп айтып қаламыз. Мен тоқтатамын, дәптерге жазып алып отырамыз. Алдағы уақытта сол бойынша жұмыс жалғастырамыз. Нәтижесінде адамдар жердің барлық құрылымына қоныстанып, 200-ден астам елдерге бөлінді. Жаңалықта факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Бірақ көбінесе мигранттар саяси себептермен қоныс аударады. Күшпен қоныс аудару қазіргі таңда азамат соғыстары немесе саяси қуғындар мыңдаған мигранттардың қоныс аударуына алып келді. Бірақ қазіргі кезде көп адам экономикалық мақсатта, яғни бірдей жұмысқа әр елден әртүрлі жалақы төленетініне байланысты қоныс аударады. Әлем халқының саны күн сайын шамамен 200 мың адамға өсуде. Сол себепті жайлы өмір табу мақсатында жер жүзін шарлау адамзаттың маңдайына жазылған тағдыр секілді. Өз бойынша көші қонның жүктелімі миграция бойынша неше топқа негізгі бөлінеді? Бағыты бойынша, себептері бойынша, ұзақтығы бойынша, формасы бойынша. Бағыты бойынша ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Себептері бойынша экономикалық, саяси, діни, әскери болып. Ұзақтығы бойынша қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге уақытша. Формасына қарай мәжбүрлі ерікті түрде. Бір мемлекеттен екінші мемлекетке, сондай-ақ мемлекет ішінде тұрақты немесе уақытша ерікті немесе мәжбүрлі түрде көшуі. Топқа бөлініп аламыз. Әр ойынды басып, кезек-кезек отырамыз. Түсінікті ғой? Келіп бастаңдар. Бірінші топтың аты иммиграция, екінші топтың аты иммиграция болды, Екі тапсырмада бүгінгі тақырып бойынша сәйкестендіреміз. Нақты жауабын көрсетсек, өз білімімізді өзіміз тексеріп, өз-өздеріңді бағалаңдар. Қаншалықты дұрыс жауап бердіңдер. Сәйкестендіруді қараңдар. Дұрыс болса, птичка қойып. Балалар бізде жұптық жұмыс. Қазақстандағы көші-қон үдерістерін талдап, басты бағыттарын анықтап танысады. Тапсырмаларымызды ортаға қоя береміз. Әсалып қолдайтын болады. Толық па? Арада жалғастырайық. Тапсырма бізде топтық тапсырма,
көшіруіне бір тапсырма. Осы тапсырманы міне шешу жолдарын қасындағы кестеге толтырып шығасыз. Келеміз, жазып сұратып пысықтаймыз. Ерекшелігі қандай? негізгі ішкі қылым. Қазақстан негізгі ішкі қылым ерекшелігі бар. Көбінесе ауылдан қалаға көшу көп кездеседі. Жақсы. Қалай? QR-код сканер жасап алайық. Бүгінгі сабағымызды аяқтар кезде ойындар арқылы кері байланыс жасаймыз. Оқып мазмұндап келеміз. Бүгінгі сабақтар бойынша бірінші топ Гүлназ 9, үшінші топ 9.